Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында құс етінен фарштан және әсіп түрлерімен бөлісетін боламын. Осылай алдын ала бауырымды блендерден езіп алдым. Одан кейін осылай чесноктың үшеуін алып, тағы да блендердің көмегімен езетін боламын. Езілген чесногымызды бауырымыздың үстіне саламыз. Одан кейін бізге фарш қажет болады. Осылай көз мөлшерімен фаршты саламыз. Одан кейін бізге 3 шуа қажет болады. 3 шуамызды осындай көлемде турап, блендерден немесе ет тартқышыңыздан өткізіп аласыздар. Шуамызды толық салғаннан кейін үстіне алдын ала жуып дайындалған күрішімізді қосамыз. Одан кейін үстіне тұз, бұрышымызды салып, бауырымызды жақсылап бір араластырып аласыздар. Осылай ішектің ішіне баклажканың басын қиып алдым да, оңай салыну үшін осылай жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен бауырымды жасап болғаннан кейін енді фарштан және тауықтан жасайтын боламын. Олардың ішінде тұз бұрышы бар. Бауырдыкінде рецепті ішіне және мен тәтті бұрышты қостым. Дәм беріп, әдемі болып тұру үшін. Оны да осылай бауырдан өткізген баклажканың ішіне осылай ішекке тығып салып алдым. Осылай ішіндегі ауасын шығарып аласыздар да. Бір шекке екі нені біріктіре қойдым. Бір жағына фаршты, екінші жағына тауық етінен жасалған начинкамды салдым. Мыналар бізде бауыр етінен болса, жаңағы бір шек бізде құс еті мен фарш етінен жасалған колбаса ретінде пайдалануға да болады. Осылай суда 40-45 минут пісіріп аласыздар. Дастарханыңыздың сәнін беретін әдемі тәтті холодный ретінде де ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.